Елбасымызға барып қайттық. 7 балам бар, 7 баланың анасымын. Соны құрметтеп шақырды. Рахмет үлкен елбасымызға. Жастарға айтарым, көбейсін, көп балалы болсын, бұйырсын барлығына сондай 7 бала. Жақсы, отбасымызда барлығы жақсы, Құдайға шүкір. Өзімізбен өзіміз күнімізді көріп жатырық, жетіп жатыр бәрі өзімізге. Үлкенім 11 жаста, 17 жасымда тұрмысқа шыққанмын. Үлкенім 17-де, кішкентайым 7 айдан асты, 8 айға кетіп баратыр уже. Шақырды арнайы өздері алып барып, өздері әкеп, барлық нәрсені жағдайымды жасап, ол жақта Астанада. Қуаныштымын өзім елбасына. Неше адам бар, жете алмай жатқандар бар. Мен әр баламның туылғанына қуанам. Маған қуаныш әрқайсы. Мен ондай балам көп деп ондай не қылмаймын. Наоборот, балалы болған жақсы. Жұмыс жасаймын десең, ол балаға байланысты емес ондай нәрселер. Адам өзіне байланысты. Мүмкіндіктер көп қазіргі жастарға негізі, елбасымыз барлық мүмкіндікті істеп қойды ғой қазір. Осындай аналар көбейсін деді. Алланың қалауымен қызым 7 баланы дүниеге әкелді. Ол да бір Алланың сыйы деп білемін. Мен өзім Астанаға бардық, бізді жақсы күтіп алды. Бірінші президенттің қасына шығады деген кезінде әрине қобалжыдым, уайымдадым. Көзіме жас та келді, өте жақсы сөйледі, жақсы қарсы алды бұны. Не деген құрмет көрсетті. Менің қызым ол ешкімге қол алақан жайып, ешкімнен не сұраған жоқ. Мен тұрмысқа шыққанына 11 жыл болды ма? Жақсы келін атанды менің қызым. Елбасымызға рахмет. Осындай құрметтеп менің қызыма осындай шақырту алғанына өте қуаныштымын. Қазақстандағы жастардың көп балалы ана болуына тілектеспін. Еліміз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын.